Жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді мясной рулет слоеный тестомен жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін болып, менімен бірге сіздер де жасаңыздар. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Алдымен қамырын дайындап қоятын боламыз. 100 граммдай айран, үстінен 2 қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Айран жылы болса да, мұздай болса да ешқандай разницасы жоқ. Холодильниктен алып, сразу дайындай берсеңіздер де болады. Үстінен 100 граммдай су құйып, 1 қасық тұз саламыз. Ұнға 1 қасық қопсытқыш қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп қоятын боламыз. Қамыр жұмсақ болу керек, кішкене қолға жабысатын болса ештеңе етпейді. Салафанға орап 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп қоямыз. Бұл жерде мен 3-ақ бөлігін қолдандым, қалған 3 бөлігін творожный рулет жасап көрдім. Ол да өте дәмді болып шықты. Қазір осы жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Барлық қамырды осылай дөңгелетіп аламыз да, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды осылай жайып аламыз да, әрқайсының арасына май жағамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, қамыр өте слоеный болып шығатын болады. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен орап 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамыр холодильникте тұрған кезде кішкене көкпияз және бір пиязымызды майдалап турап, 200 грамм фаршпен араластырып, тұз, бұрышымызды қосып дайындап қоямыз.
Қамырымыз да дайын болып қалды. Үстінен ұн сеуіп, боқтаумен жай басып, 4 бұрышты қылып қамыр жаямыз. Қамырдың ортасына фаршты салып, жақсылап жан-жағын жауып бекітіп қоятын боламыз. Дайын болған рулетті пергаменттің бумаганың үстіне қойып, өткір пышақпен осылай кесіп сәндесеңіздер болады. Бір жұмыртқаның сарысымен 1 қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз, және де бетіне кунжут сеуіп шықсаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Рулетті қызып тұрған пешке салып, 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, рулетіміз де дайын, өте дәмді, өте сочный болып шығады екен. Ал ең бастысы қытырлақ болып шығады. Осы слоеный тестомен міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Өте дәмді, өте қытырлақ. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.